Сәлеметсіздер ма, құрметті көпшілік? Бүгінгі кездесуде біздер жайлы, яғни қыз-қырқын әйелдер жайлы біраз мысалдар келтіргім келіп отыр. Қазақта өткен қандай батыр қыздар бар, соларды сіздермен бөліскім келіп отыр. Оның басында өткен жолғы кездесуде айтқан қазақтың ақыны Кейін Әзірбаев атамыздың екі шумақ өлеңін оқып бергім келіп отыр. Жақсы ат пен жақсы жұбай. Жалында жүйрік аттың желігі бар, жанында жақсы жұбай серігі бар. Жігітті бұл екеуі жасытпайды, бұлардың қасиетті түрлі емі бар. Жағалап ел шетінде қарсақ жүрер, жолынан жаман адам жаңсақ жүрер. Әйелі ер жігіттің жақсы болса, көргенше бірін-бірі аңсап жүрер. Әйелі кей жігіттің жаман болса, күрсініп көрген сайын шаршап жүрер. Бұл өлеңін 1961 жылы түсірген екен. Осы жолы әйелдер жайлы әңгіме болғанда менің ойыма Дінмұхамед Қонаев атамыздың бір мысалы есіме түсіп отыр. Оны да бір жерден оқыған болуым керек, есімде жоқ, қашан оқыған. Интернеттен желісінен ба, кітаптан ба. Әйел адамның қандай жақсысы бар деп Қонаев атамызға сұрақ қойғанда, ол кісі былай депті. Әйел адамның, жақсы адамның қолында оқтауы бар, сөзге тоқтамы бар. Жаман әйелдің қолында екі түрлі пышағы болады. Бірімен ет тураса, екіншісімен жаныңды турайды деген екен. Қандай кемеңгер адам болған. Жақсы мен жаманды айыра білген ғой бұрынғы ата-бабаларымыз. Қазіргі жігіттерді айта алмаймын. Өткен жолғы атап өткен Сейіт Кенжеахметұлы атамыздың кітабында ат үстіндегі арулар деген тақырыбы бар екен. Түркі, оның ішінде қазақ даласында әлемді таңдандырған абзал аналар мен үкілі қыздар аз болған жоқ. Әйгілі Кирдің басын алып патшалық құрған Тұмар ханым, шығыс әйелдерінің патшайымы Тұрхан қатын, Шыңғыс ханды бұлтартпаған Қоңырат қызы Бөрте ханым, Низами ғашық болып жыр арнаған Қыпшақ қызы Әппақ сұлу, бүкіл ұлы жүздің ұланасы Домалақ ананың қасиетті есімдерін білмейтін қазақ жоқ. Арулар. Олардың бірсыпырасы қиын кезеңде ер азаматтармен бірге қолына қару алып, жауға аттанды. Ақын тілмен айтқанда, намысты бермеу үшін жатқа қолдан арулар аз болды ма атқа қонған дейді. Гаухар батыр деген болған екен. Арғын Бәсентин Малайсары батырдың туған қарындасы, Қаракерей Қабанбай батырдың жары екен. 18 ғасыр басында қазақ-жоңғар соғысында қанды жорықтарға қатынасып айрықша ерлік көрсеткен екен. Соғыста түрлі тәсілдер жасаған екен. Мысалы, түйелер өркешіне найза байлап соғыс алаңына әкелгенде, жау жағы қазақтарға қосылуға әскер күші келіп қалды деп қаша жөнелген. Батыр қыз олардың шебін асау түйелермен бұздырып, дүние мүліктерін таптап өткен. Назым Қабанбай батыр мен Гаухар батырдан туған қаһарман қыз. Әкесімен бірге 18 ғасырда қазақ-жоңғар соғысына қатынасып, отанын қорғаған. Назым қыз есімі және оның ерлігі жұртқа аңыз болып тараған. Есенбике Үйсін Қаратай батырдың қызы, Сүйіндік Олжабай батырдың анасы, 18 ғасырда қазақ-жоңғар соғысына қатысқан жауынгер қыз. Айтолқын Абылай ханның қызы, 18 ғасырдағы соғыстарға қатысып ерлік көрсеткен. Жандәлі Найман тайпасынан шыққан батыр қыз, қазақ-жоңғар шайқасында ерлермен бірге майданға шыққан.
Айбике 18 ғасырда өткен атақты Бұланбай батырдың жары, барлаушы сарбаздар қолын басқарған ержүрек әйел. Ол қазақтың бас батыры ағасы Қабанбайға Алтай, Ертіс, Тарбағатайдағы жоңғар жасақтарының жорық жайын біліп жеткізіп отырған. Ақбикеш 18 ғасырдағы жойқын соғыстарда алыстан көретін қырағы қыз болған екен. Руы алшын. Ол соғыста жау жасағын бақылап, оның бағытын қазақтарға хабарлап отырған. Қаратау өңірінде Ақбикеш мұнарасы деген ескерткіш бар. Ботагөз Тама Көкеұлы Есет батырдың қызы. 1742 жылы әкесі Орынборға кеткенде елін қалмақ шауып, жылқысын қуып әкетеді. Ботагөз 150 сарбаздарды бастап барып, жауын тұтқындап, жеңіспен оралған. Сапар әкесінің аты Мәтен, руы Табын, кейде есімі Сапура деп те аталады. 18 ғасырдағы Пугачев соғысында аты аңызға айналған батыр қыз. Аңызда Көктемір көрінбес деген атпен дәріптелетін қаһарман қыз өзін Пугачев ізбасармын деп жариялап, азаттық көтерілісті одан әрі жалғастыруға үндеген. Ғалым Бекмаханова «Легенда о невидимке» деген кітап жазған екен. Бақты әкесі батыр болған текті жердің қызы екен. Алаш көсемдерінің бірі Мұстафа Шоқайдың әжесі. Торғай датқаның бәйбішесі. 19 ғасырдың орта кезінде Бақты қыз батыр әкесімен бірге Түркістанды жаулаушы орыс отаршыларына қарсы күресіп, барлаушылық қызмет атқарған. Қойсана 18-19 ғасырларда өмір сүрген Тарақты Байғозы батырдың қызы. Сардар Шұбыртпалы Ағыбай батырдың анасы. Ер Ағыбайға екі қабат кезінде елінің жылқыларын қуып кеткен барымташыларға қуып жетіп, аттан түсіріп байлап әкелген. Ауылға келген соң қарақшылар басшысы бізді аттан түсірген әйелдің күші емес, оның ішіндегі баланың күші деген екен. Көп ұзамай Қойсана Ағыбай батырды туыпты. Қызданай кіші жүздің қызы, Таз руындағы Төремұрат батырдың әйелі. Сүймеген адамға еріксіз қосылған Данай сұлу өз ерлігімен Төремұратқа қосылады. Кейін батыр жігіт түркмендер қолына түсіп соғыста қаза табады. Қыз Данай тұтқыннан қашып шығып өз еліне жетеді. Атақты күйші Құрманғазының Қыз Данайға арнаған бірнеше күйі бар. Ақбикеш ана Найман Бағаналы елінің қызы, Арғын Айдерке сұлтанның әйелі, қазіргі Жылқайдар Солтан руының анасы. Мырза Ақбикеш атанған. Өзі перзент көтермеген соң, еліне төркіндеп барып, жақын сіңілісі Мақпалды ерлік батылдық істерімен қалап алып, өз еріне әкеліп қосқан. Осы екі анадан туған 7 ұрпақтан кейін 500-ден астам шаңырақ тараған. Мен естімеген, білмейтін батыр қыздар өте көп екен. Бопай Қасым ханның қызы, Кенесарының апасы. 1837-47 жылдары Кенесары Наурызбай бастаған азаттық көтерілісте ерекше топты басқарған батыр әйел. Айғыз Көшкінбаева 1976 жылдары 1918 жылдары өмір сүрген, азамат соғысына қатысқан, Аягөз ауданында туған, Сергиопольдегі қорғанысқа қатысып, жаралы жауынгерлерге көмек көрсеткен, тамақ тасыған. Колчак әскерлері Айғызды азаптап өлтірген. Жазушы Исабаев Айғыз атты роман жазған. Одан кейінгі арулардың аттарын бәрімізге етене жақын, бала күнімізден біліп өстік. Мәметова Мәншүк, шын аты Мәнсия Жиенғали қызы.
1922 жылы Оралды өңірінде Орда ауданында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысқан қаһарман қыз, Совет одағының батыры. Әлия Молдағалиева, шын аты Ілия Нұрмұхамедқызы, Ақтөбеде Қобда ауданында 24 жылы өмірге келген, 1944 жылы қайтыс болған. Құралайды көзге атқан мерген, Совет одағының батыры. Мәншүк пен Әлияның аңызға айналған ерлігі туралы көптеген өлең жырлар, жыр дастандар жазылған. Екеуі де шығыс қыздары арасында алғаш рет Совет одағының батыры атағын алған арулар. Кейінгі кездері батыр қыздардың бірі болған Ләззат Асанова 1970 жылы өмірге келіп, 1986 жылы қайтыс болған. Қазақ елінің азаттығы мен тәуелсіздігі жолында жан қиған ер жүрек бой жеткен. Ол 86 жылғы қанды желтоқсан оқиғасы кезінде отаны үшін нағыз ерліктің үлгісін көрсетіп, қан құйлы жендеттер қолында көз жұмған ару. Міне осындай қазақтың әдемі арулары, батыр қыздардың есімдерін кейінгі өмірге келген ұрпақ қыздарға неге қоймасқа деген ой келіп отыр. Бұл енді басқа тақырып, қыздың аттары деген. Өзіме осы батыр қыздарды оқи отырып, біле отырып, ойыма келгенді бөліскенім ғой. Батыр қыздар. Ботагөзді естігенбіз, Тұмар ханымды естігенбіз, Бөрте, енді ол Шыңғыс ханның әйелі. Кейінгі батырларды да білеміз, бірақ көбісін енді біліп отырмын. Тағы да осындай қызықты ақпараттарды сіздермен әлі де бөлісемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.